Шындығында балаларымыз өз сұрақтарымен бізге қаншалықты көп келсе, соншалықты біздің қарым-қатынасымыз жақсырақ, отбасындағы шынайы үйлесімділік табады, қуаныш пен бақыт көп болады. Сондықтан да мен әрдайым балаларыма, бізде тыйым салынған тақырып жоқ. Сендер маған кез келген тақырып бойынша қалаған сұрақтарыңды қоя аласыңдар. Және мен оларға мүмкіндігінше нақты, ашық және шынайы жауап берем деп айтатынмын. Мәссаған. Маған сенсеңіз болады. Осылай айтқаныңыз солай-ақ. Әсіресе жасөспірімдерден сіз көптеген қызықты сұрақтар естисіз. Бір күні мен тағы да Сан-Диегодан келе жатыр едім. Ол кезде біздің отбасымыз шамамен сол қаладан 1 сағаттық жол жүретіндей қашықтықта, тауда тұратынбыз. Менімен бірге 13 жасар қызым және оның Сара есімді құрдас дос қызы болатын. Мен рульде отырдым, ал қыздар артқы орындықта отырған еді. Бір кезде мен олардың бір нәрсе ойластырғанын түсіндім. Артқы жақты көрсететін айна арқылы олардың бір-бірімен пыс-пыс етіп, маған бір қарап, қайта пыс-пыс етіп, сыбырласып, маған қайта қарап жатқандарын байқадым. Бір нәрсе болатыным бірден белгілі болды. Мінекей мен бұрылыстан өтіп тіке жолмен жүрген кезде менің қызым алдыңғы орынға секіріп өтті, ал оның дос қызы Сара екеуміздің арамыздан басын шығарды. Кэти былай деді: "Әке, менің сенде сұрағым бар. Былай әншейін." Байыпты секен бірден түсіндім. "Әке," деді ол, "аральды секс деген не? Мұны мен шынымен де күтпеген едім. Шынымды айтқанда, мен аңырқап қалдым. Осы жағдайды елестетіп көрдіңіз бе? Бұл осыдан 17 жыл бұрын болатын. 8-ші сынып, 13 жаста. Көз алдыңызға елестеттіңіз бе? Мәссаған, аральды секс деген не? Сенің өзің айттың ғой, ешқандай тыйым салынатын тақырып жоқ деп. Жалпы айтқанда мен оларға барлығын түсіндіріп бердім. Бұл телефон арқылы секс емес, немесе балағатты сөздер емес деп айттым. Мен барлығын жасырмастан айтып бердім. Ал менің қызым, қандай жаман" деп айғайлады да қайтадан досының қасына көшті. Үйге келген соң мен осыны әйелім Дотиге айтып бердім. Бір кезде маған: "Жоқ, мен мәселеге тап болдым" деген ой келді. Сара үйіне барған соң не болады? Оның анасы жалғызбасты әйел болатын, және ол: "Қызым, күнің қалай өтті?" деп сұраса, "Өте жақсы өтті, Макдауэлл мырза бізге аральды секс туралы айтып берді" деп айтатын болса, не болады деп ойладым. Олар менің ауламда балалар қызметін өткізетін еді. Мен Сараның анасына қоңырау шалдым да былай дедім: "Барбара, сіз менің балаларымды қалай тәрбиелейтінді білесіз ғой. Яғни мен оларда туындаған кез келген сұрақтарына тікелей жауап беретінді білесіз ғой." "Иә." "Мінекей, бүгін бір нәрсе орын алды. Сондықтан менің өзім сізге қоңырау шалып бәрін түсіндіріп айтып бергенім дұрыс болар еді деп шештім. Бәрін айтуға тура келді." Ұзақ үнсіздік болды. Ал мен ойымша: "Жоқ, мен тым қатты кеткен сияқтымын" деп қайғырдым. Бірақ сосын сымның екінші жағында қатты демесілді. Олар мұны сізден естігеніне Құдайға шүкір" деді. Иә, сол сәтте мен де Құдайға шүкіршілік білдірдім. Келесі күні қызым мектептен келген кезде мен асханада болатын. Кэти маған келіп: "Әке, неге мен саған сол сұрақты қойғанымды білесің бе?" деп сұрады. "Иә, менің қатты білгім келіп тұрды. Алайда мен ойымды көрсетпедім." "Ал неге екен?" "Мектептегі барлық балдар" деп бастады ол. Бұл шамамен 17 жыл бұрын. Қызымның 8-ші сыныпта болғанын тағы да естеріңізге салып өтейін. Мектептегі барлық балдар осы жайлы айтады. Тек Сара екеуміз ғана мұның не екенін білмейтінбіз. Сондықтан біз машинада келе жатқанда мен бұны әкемнен сұрау керек деп айттым. Ал Сара маған: "Мұның не, қажет емес." Міне сондықтан олар қызу сыбырласып маған қарап отырып: "Қызым, мен әкемнен кез келген нәрсе жайлы сұрай алам" деп сұраған екен. "Жоқ, сұрай алмайсың." "Сұрай алам." "Жоқ, сұрай алмайсың." Содан кейін мен Сараға: "Қазір дәлелдеп берем" деп айттым, деді қызым. Сонан соң ол менің жаныма отырды. Ал енді көз алдыңызға елестетіңіз, егер сол кезде мен қызыма тура жауап бермей және түсіндірмеген кезімде, онда ол осындай сұрақтармен маған ешқашанда келмейтін еді. Ол әкесіне емес, өз құрдастарына барар еді. Баламен қарым-қатынаста тыйым салынатын тақырыптар болмауы керек.